Ассалаумалейкум құрметті достар, сіздерде дәл осындай PlayStation клуб ашып, айына 1 миллион мен 500 мың төңірегінде ақша таба аласыздар. Оны қалай ашады, қалай бастайсыз, дәл қазір сізге басынан аяғына дейін түсіндіріп өтеміз. Видеоны соңына дейін көріңіз, ардамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Дәл осы PlayStation клубтан айына 500 мың, 700 мың, миллионға дейін қалай табыс табатынын қазір басынан аяғына дейін түсіндірем. Жаңадан бизнес басап, қандай бизнес ашам деген жандар болса, соңына дейін міндетті түрде көріңіз. Құрметті достар, бұл PlayStation клубта ашу үшін бас аяғы 5 миллион теңге кеткен. Дәл қазір сіздерге қай нәрсеге қанша теңге кеткен үгей шүкесіне дейін айтатын боламыз. Бұл жерде орналасқан 4 телевизор орналасқан, бағасы 270 мың теңгеден. Құрметті достар, және де 4 телевизорге 4 PlayStation сатып аласыз. Соңғы үлгідегі 5-ші PlayStation моделі 380 мың теңгеден тұрады. Ойыны, жаңағыдай джойстигімен бәрі 450 мың теңгеге шыққан. 4 PlayStation 450 мың теңгеден, 4 теледидар 270 мың теңгеден. Және де бұл жердің ішкі ремонтына 500 мың теңгедей кеткен. Бұл 500 мың теңге кетті дегенде оның ішіне не кіреді? Бұның ішінде міндетті түрде камера орналасқан, және де жаңағы сыртында көрсеткен жарнамалық баннерлер, ішінің ремонты, линолеумы, жаңағыдай төсейтіні, жабыстыратыны, светі бәріне 500 мың теңгедей ақша кеткен. Бұл PlayStation клубқа ашқан кезде міндетті түрде дивандар аласыз. 4 диван құны 70 мың теңгеден. Құрметті достар, бұл PlayStation арқылы айына 500 мың, миллион дегенде қалай? Мысалы, бір күндері клиент болады, бір күндері клиент болмайды. Бұл жердің қожайынның айтуы өзі ұялғандықтан мен өзім сөйлеп жатырмын соның орнына. Мысалы, бұл жерде қазір обедке 2-ден бастап таңға дейін 3-4-ке дейін істей береді, негізі 5-6-ға дейін. Және де сіз өз PlayStation-да арендаға берсеңіз де болады. Бұл жерде PlayStation ойнағаннан арендаға беріп жіберген сендерге тиімді да. Сөйтіп айтты маған хозяин, арендаға берген тиімдірек екен да. Күніне касса әр кезде әрғалай, бір кезде 25 мың, бір кезде 35 мың. Сонымен ортақ есеппен сол 500 мың, енді мейрам күндері, көп клиент күндері айына миллионға дейін табуға болады. Бұл жерде тек қана аренданың өзіне 80 мың ба? Аренданың өзіне 80 мың теңге төленеді. Газы, жылытуы, жарығын бөлек, счетчиктан өзің бөлек төлейсің. Арендадан бөлек оның іші. Және де бұл жерде қосымша табыстар бар. Ол не десеңіздер, мынау артымызда тұрған сусындар, және де тағамдар, олардың өзінен кішігірім пайдалар түседі. Компания, Coca-Cola компаниясы, Coca-Cola компания келеді, холодильникін қойып береді, тиісінше сіз олардың жаңа сусындарын, өнімдерін сатып аласыз, қоя бересіз. Сағаты 700 теңге. Және де қызығушылық тудыру үшін бұл жерде кереметіне қарастырылған чек қолыңызға визитка береді. Әр ойнаған сайын визиткаға бір печат басып береді. Келесі ойнағанда солай 5 печат басылғанда тегін 1 сағат аласыз да. Осындай таргетпенде жақсы жұмыс істейді екен бұл жердің PlayStation клубы. Бұл бізде Жамбыл облысы Меркі ауданында бауырларымыз ашқан. Кәсіптеріне Алла береке берсін. Сіздер де осылай кәсіп бастап кетіңіздер. Құрметті достар, және де мына жақта бөлек комната бар. Болашақта бұл жаққа жаңағындай VIP зал ашамыз дейді. Енді VIP зал 700 теңге қарағанда қымбат болады, 1000 теңге болады, VIP болғаннан кейін 1500 теңге болады. Бұл жерде 4-ақ PlayStation тұр. Сіздер PlayStation-дарыңызды неғұрлым көбірек қойсаңыздар, соғұрлым көп табасыздар. Өйткені мен осы жерге күніге кешке келем, көп адамдар очередь күтіп қалады. Орын бар ма, бос бар ма? Сондықтан 4 PlayStation өзінен сондай табыс түседі. Көп қылсаңыздар өздеріңізге жақсы, енді қаражатта жақсы болады ғой. Бірақ өзінің ақшасын бір жылда ақтап шығарып аласыз, келесі жылда уже плюсқа кететін боласыз. Әрине қиындық болмайды емес, әр істің өзінің қиындығы болады. Оны осы жердің хозяинда айтып отыр, әр любой нәрседе қиындық болады. Олған құлақ қамай, наоборот көтеріліп, сіздер де осындай бизнестеріңіз бастап кетіңіздер. Құрметті достар, мен PlayStation-ның хозяйымен футбол ойнадым, мен PSG командасын таңдадым. Ал ол болса Реал Мадрид командасын таңдады. Есеп 5-5 болды. 5 голдың қалай соғылған, және де пенальтиға дейін бардық. Дәл қазір видеодан көріңіздер. Может он сравнять счет. И есть варианты тут. Мяч в сетке. На фланге. Сейчас надо сравнивать. Гол! Свой третий. Бензема
начинает разбег. Контратака продолжается. Он решил закончить движение повтор. Забивает тут Марата. Есть еще возможность. Это почти не получилось. Только потрясающее спасение вратаря оставляет их без гола. Извини, что прерываю. Уходит мяч и будет угловой. Чуть-чуть меняет ногу, меняет более обычно. Забивает. Так. Реализует. Что ты скажешь? Сами себе. Вся победы достаточно забить. Ну что ты скажешь? И получается у Килиана Мбаппе забить. Мяч в воротах. Они забили в первый же ответ. Мяч в сетке. На этот раз они постараются не упустить победный счет. Гол! Свой третий мяч он забивает сегодня. И это произошло. Команда забивает по... Гол! Ты смотри, какая развязка у нас! Возможность провести контратаку у команды. Гол! Сегодня он один из самых полезных игроков на поле, забивает. Сегодня, если человек... Сіздерде осындай бизнестеріңіз бастап кетіңіздер. Баршаңызға сәттілік, бастаған істеріңіз берекелі болсын. Баршаңызға ассалаумағалейкум. Жанар таудай жан жүрегім, жаным сені сағыныпты.